Құрметті ағайын, той иесі Садық Әбуұлының өзінің 70 жылдық мерейтойының Нәзира Әбдірахман қызымен отау құрғанына 50 жыл, алтын тойының құрметіне арнайы жазған «Қыз кеткеннен жетісуға дейін» деп аталған тырнақалды туындысының тұсаукесер салтанатының куәсі болыңыздар. Әрбір ақ ниетті, санасы сергек адам баласының мына ғажап өмірдің сандаған бел-белесінен өтіп, жасы ұлғайған кездері түрлі ойларға берілетін анық. Сондай сәттерде мен Құдайдың қалауымен келген бұл тірлік тіршілікте не бітірдім, не тындырдым? Артымда қалар ізім мен ісіме көңілім толама? Ұрпағым есте сақтап жүрерліктей өнегем мен үлгім бар ма? Олар өздерінің шыққан тегін, өз әке-шешелерінің игі де ізгі істерін, еңбегін білеме деген тәрізді сұрақтар да қаумалап қоршап мазаны алатын рас. Мына кітаптың авторы ел жұртқа сыйлы азаматтың бірі Садық Әбуұлы Дәулетов та осындай сан сауалға жауап беру үшін қолына қалам алғанын атап айтады. Бұл реттегі басты мақсаты мұның барлығында бала шағалары, немерелері, шөберелері, тіпті келер ұрпағы жетік біліп жүрсін, ой санасында жатталып қалсын дегенге саятынын да жеткізеді. Содан сәкең арғы тегінен бастап, күні бүгінге дейінгі ұрпақтар жалғастығын көрсетіп, бүкіл қазақ халқына қасиетті де қадірлі пір бекет ата әулие жайында да жазады. Одан әрі өмір, еңбек жолын баяндайды. Оның ішінде бастан кешкен қиындықтар мен қызықтар, атамекенге оралу, осы жақтағы қызметі жөнінде әңгімелейді. Сонымен қатар туыстық байланыстың беріктігі, бауырлары, құда жекжаттар туралы жылы лебізін білдіреді. Өз жұртының, нағашы жұртының, сондай-ақ қайын жұртының кімдер екеніне назар аудартады. Жалпы авторы бұл жазбаларында өзінің басты мақсатына толық жеткен. Ол әрине алдымен ағайынға, туған туысқа, бауырларына, бала шағасына арналған естелік кітап болып шыққан деп айтуға әбден болады. Бір қызығы әрі сүйсінерлігі, сәкең өзін бұл мәселенің ойландырып, толғандырғанына көп уақыт өткенімен, бары болғаны 20 күннің ішінде жазып тастап, өте жеделдік танытыпты. Бұған қасиетті де ұранды аталардың, ардақты бабаларының басына барып зиярат еткенінің, сол жақтардан қияға самғар қырандай қанаттанып қайтқанының да көп әсері болған секілді. Аталардың рухы жебеп, аруағы қолдап, ізгі іске батыл кіріскен. Бұл кітапқа автор өзінің өмірі мен ұзақ жылдарға созылған еңбегін арқау еткен. Сонымен қатар, үлкенді үлгісімен орнықты ойларын ортаға салады. Кітап көпшілік оқырман қауымға арналған. Алғы сөзін жазған Берікбай Қадықов, Қазақстанның құрметті журналисі.